Сәлем достар, бүгін үй жағдайында бананды балмұздақ жасаймыз. Ол үшін бізге осындай 2 банан қажет. Сырты кішкене қарайғанын алған дұрыс, себебі бұндай банандар өте тәтті және дәмді болып келеді. Бананымыздың сыртын ашып тазалап аламыз және пышақтың көмегімен бірдей көлемде бананымызды кесіп шығатын боламыз. Үй жағдайында кішкентай бүлдіршіндерімізге дайындап берулеріңізге болады. Табиғи, ешқандай химикаты жоқ, үй жағдайындағы заттардан ғана дайындалады. Осындай бананымызды дайындап алдық. Енді ыдысымызға орналастырамыз. Ыдысымызға орналастырмастан бұрын пищевой пленканы қойып орналастырған дұрыс, себебі қазір біз оны мұздатқышқа жіберетін боламыз. Бананымызды орналастырып болып бетін жабамыз және 4 сағатқа мұздатқышқа жібереміз. Тоңазытқышқа емес, мұздатқышқа. 4 сағаттан кейін бананымызды алып, ыдысымыздан босатып алатын боламыз. Қазір күн ыстық және жаз мезгілі келе жатқаннан кейін бұндай тәттіні балалар емес, үйдегі ересектерде жегенді ұнатады. Үй жағдайында жасап берулеріңізге болады. Бананымызды алып блендерге орналастырамыз. Үстіне 15% клейгейімізді және 15-20 грамм қойытылған сүт, яғни сгущенкамызды қосып, блендерімізді біркелкі масса болғанша араластыратын боламыз. Ешқандай химикаты жоқ, таза үй жағдайында жасалатын балмұздақтарды жасауларыңызға кеңес беремін. Біздің балмұздақтарымыз дайын болды. Енді дайын балмұздағымызды ыдысымызға орналастырамыз. Мен бір-ақ рет қолданатын осындай стақанға орналастырдым. Осы көлемде менде 5 стақан балмұздақ шықты. Бізде массамыз басында сұйық болуы мүмкін. Осы массамызды 4 сағат мұздатқышқа салып қоямыз. Сол кезде өз формасын ұстайтын болады. Балмұздағымызды ыдысқа орналастырғаннан кейін балмұздақ таяқшасын салып шығамыз. 4 сағатқа мұздатқышқа жібереміз. Бізде арада 4 сағат уақыт өтті. Біздің бананды балмұздағымыз дайын болды. Түрі де өте әдемі, дәмі де өте керемет дәмді. Үй жағдайында жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Үйдегі кішкентай бүлдіршіндерді қуантсаңыздар болады. Ас болсын.